Барлықтарыңа сәлем достар, менің атым Азамат Хандәулетұлы. Бүгінгі лекциямыздың тақырыбы жалпы ұйқы артериясы, артерия каротис коммунис және сыртқы ұйқы артериясы, артерия каротис экстерна. Яғни бүгінгі лекциямызда жалпы ұйқы артериясының қайдан тармақталатынын, яғни қолқа доғасының тармақтарын, сыртқы ұйқы артериясының тармақтарын, қанмен қамтамасыз ету мүшелерін толығымен қарастыратын боламыз. Көріп тұрғанымыздай мына суретте жалпы ұйқы артериясының ішкі ұйқы артериясы тармағы және сыртқы ұйқы артериясы тармағы. Жалпы ұйқы артериясы бізде негізінен қолқа доғасының тармағы болып саналады, яғни сол жақ жалпы ұйқы артериясы, артерия каротис коммунис синистра тікелей қолқадан басталатын болса, доғасынан, аркус аортадан, және сол жақ бұғана асты артериясы екеуі қолқа доғасынан басталады. Ал оң жақ жалпы ұйқы артериясы мен оң жақ бұғана асты артериялары иық бас сабауының тармағы болып келеді. Яғни иық бас сабауы қолқа доғасынан тармақталғаннан кейін қолқа доғасы жалпы ұйқы артериясына оң жақтағы және оң жақ бұғана асты артерияларына тармақталады. Бізде иық бас сабауының ұзындығы шамамен 3-5 сантиметрді құрайды, диаметрі 8-12 сантиметрге тура келеді. Иық бас сабауы бізде төс бұғана буынында, яғни төс пен бұғананың қосылған жерінде осы оң жақ жалпы ұйқы артериясы, артерия каротис коммунис декстра мен оң жақ бұғана асты артериясы, артерия субклавия декстраға қарай тармақталады екен. Келесі жалпы ұйқы артериясының топографиясы. Жалпы ұйқы артериясы бізде бастапқыда апертура тораций супериор арқылы жоғары қарай шығады. Оның алдыңғы бетінен мускулус стерноклеидия мастоидиус, яғни төс бұғана емізік бұлшықеті жауып жатады, көріп тұрғанымыздай. Осы бұлшықет төс бұғана емізік бұлшықетінен кейін жалпы ұйқы артериясы, яғни ұйқы үшбұрышына қарай шығады. Ұйқы үшбұрышын бізде төс бұғана емізік бұлшықеті құрайды. Жоғарғы жағынан қос қарыншалы бұлшықет құрайды. Және алдыңғы жағынан мускулус омохиаидиус құрайды. Көріп тұрғанымызда мускулус омохиаидиус, мускулус стерноклеидия мастоидиус және мускулус дигастрикус. Келесіде сыртқы ұйқы артериясы қалқанша шемішегі, яғни қалқанша шемішегінің жоғарғы жиегінде ішкі ұйқы артериясына және сыртқы ұйқы артериясына қарай тармақталады. Мына жерден көрсек болады, жалпы ұйқы артериясының негізгі, яғни алдыңғы латеральды бөліктерінде ішкі мойындық венасы орналасады. Вена югулярис интерна алдыңғы латеральды бөлігінде. Және осы ішкі мойындық венасы мен жалпы ұйқы артерияларының аралығында нервус вагус кезбе нерві өтеді. Келесі кезекте сол жақ жалпы ұйқы артериясы бізде аорта доғасынан тікелей басталды ғой. Ал оң жақ жалпы ұйқы артериясы иық бас сабауынан басталды. Трункус брахиоцефаликустен. Оң жақ жалпы ұйқы артериясы ұзындығы 6-12 сантиметр болып келетін болса, сол жақ жалпы ұйқы артериясының ұзындығы бізде оң жақтағыдан қарағанда 2-3 сантиметрге ұзын болып келеді. Себебі қолқа доғасынан тікелей басталады. Сыртқы ұйқы артериясының бізде негізгі 4 тармағын ажыратамыз. Ол алдыңғы тармақтары артерия тироидия супериор, яғни жоғарғы қалқанша артериясы, артерия лингвалис, тіл артериясы, бет артериясы, артерия фациалис. Негізгі 3 тармағын ажыратамыз алдыңғы тармақтан. Артқы тармақтарына төс бұғана емізік тармағы рамус стерноклеидия мастоидиусты ажыратамыз. Бұл жерде берілмеген екен. Шүйде артериясы, артерия оксипиталисті ажыратамыз, шүйде артериясы. Және құлақтың артқы артериясы, артерия аурикулярис постериорды ажыратамыз.
негізгі екі артерия. Артерия оксипиталис және артерия аурикулярис постериор. Сонымен қоса бір тармағы бар, төс бұғана емізік тармағы. Медиалды тармақтарына артерия фарингия асценденс. Көріп тұрғанымыздай артерия фарингия асценденс жатады. Және соңғы тармақтарына беткей самай артериясы мен тіке кетіп тұрған беткей самай артериясы, артерия темпоралис суперficialis, оның өзінің тармақтары бар, рамус париеталис, фронталис деген секілді. Және жоғарғы жақ сүйектік артериясы, артерия максилярис. Ендігі кезекте осы сыртқы ұйқы артериясының әр тармағының, яғни алдыңғы, артқы, медиалды, соңғы тармақтарының қай жерді қанмен қамтамасыз ететінін талдайтын боламыз. Мына суреттен де көрсек болады. Бұл жерде оң жақ жалпы ұйқы артериясы берілген екен. Артерия каротис коммунис, одан артерия каротис экстерна тармақталады. Оның жоғарғы қалқанша артериясы, артерия тироидия супериор, алдыңғы тармағы, артерия лингвалис, артерия фациалистерді көреміз алдыңғы тармақтарынан. Соңғы тармақтарынан артерия темпоралис суперficialis пен артерия максиляристі көреміз. Және артқы тармақтарынан артерия аурикулярис постериорды және артерия оксипиталисті көреміз. Көріп тұрғанымыздай, артерия оксипиталистің өзінің бірнеше тармақтары бар. Жаңа айтып кеткен төс бұғана емізік тармағы рами стерноклейдия мастоидия осы артерия оксипиталистен де басталуы мүмкін. Көріп тұрғанымыздай, ол өз айтып тұрғандай мускулус стерноклейдия мастоидиусты қанмен қамтамасыз етеді. Және медиалды тармағы мына жерде көріп тұрмыз артерия фарингия асценденс. Бұл да бізде жұмсақ таңдай мен қатты таңдайды қанмен қамтамасыз етеді. Оны толығырақ қазір ішіне қарай кіретін боламыз. Сыртқы ұйқы артериясының тармақтары жаңа айтып кеткен. Көріп тұрғанымызда артерия тироидия супериор, артерия фациалис, артерия лингвалис, қызыл жолақпен алдыңғы тармақтарын, көк жолақпен артқы тармақтарын көре аламыз. Жасыл жолақпен медиал тармағын, қара жолақпен соңғы тармақтарын көріп алсаңыздар болады. Келесі сыртқы ұйқы артериясының алдыңғы тармақтары, жоғарғы қалқанша без артериясы. Артерия тироидия супериор. Артерия тироидия супериор сыртқы ұйқы артериясынан ең бірінші болып тармақталатын тармағы болып саналады. Оның өзінің тіласты сүйегіне беретін тармағын көреміз, рамус инфрахиаидиус. Бірінші артерия тироидия супериор жоғарғы қалқанша артериясы доға тәрізді иіліп, алдыға және төмен қарай бағытталады да, бізде рамус инфрахиаидиус тіласты сүйегіне тармағын береді. Және төмен қарай рамус гландуляристі береді. Яғни қалқанша безге рамус гландулярис постериор латералис антериорды береді. Сонымен қоса оның негізгі тармақтарына артерия ларингия супериор жоғарғы кеңірдек артериясы да жатады. Жоғарғы кеңірдек артериясы мына көріп тұрғанымыздай мембрана тирохиаидияны тесіп өтеді, яғни қалқанша тіласты мембранасын, жарғағын тесіп өтіп, сол жердің шырышты қабығын және бұлшықеттерін, кеңірдектің шырышты қабығы мен бұлшықеттерін қамтамасыз етеді. Келесі жүзік қалқанша тармағы артерия крикотироидиус. Көріп тұрмыз, артерия крикотироидиус бізде лигаментум крикотироидиум арқылы кеңірдекке өтеді. Осы жердегі негізгі аты айтып тұрғандай мускулус крикотироидиусты қанмен қамтамасыз етеді. Көріп тұрғанымыздай мускулус крикотироидиус қанмен қамтамасыз етеді. Және жаңа айтып өткен лигаментум крикотироидиум арқылы ішіне қарай енеді кеңірдектің, сол жердің шырышты қабығын қанмен қамтамасыз етеді негізінен. Және төс бұғана емізік тармағында жатқыза аламыз. Атын айтып тұрғандай рамус стерноклейдия мастоидиусты қанмен қамтамасыз етеді. Келесі тіл артериясының тармақтары артерия лингвалис. Артерия лингвалисте алдыға қарай бағытталады, жоғары және алдыға бағытталады. Жоғары қалқанша артериясынан қарағанда жоғары орналасып, негізгі рамус супрахиаидиуске тіласты сүйегінен жоғары орналасқан тілас сүйегін қамтамасыз етеді рамус супрахиаидиус арқылы. Сонымен қоса
рами дорзалис лингва тілдің дорзальды артериясын береді. Айтып тұрғандай, тілдің дорзальды бөлігін, артқы бөлігін қанмен қамтамасыз етеді, және артерия профунда лингваны береді, және артерия сублингвалис, тіл асты артериясы. Сонымен қоса, осы артерия сублингвалис бізде негізінен тіл асты безін гландула сублингвалисті қанмен қамтамасыз етеді. Және де тілдің дорзальды артериясы жаңа айтып өткен. Негізінен тілдің шырышты қабығы мен таңдай бадамшасын қанмен қамтамасыз етеді, артерия дорзалис лингва. Және тілдің терең артериясы, артерия профунда лингвалис бізде тілдің ұшын қанмен қамтамасыз етеді. Толығымен айта кеткенде, тіл артериясы бізде тілді, тіл асты сүйегін супрахеидус арқылы, тіл асты сілекей безін, тіл және таңдай бадамшаларын қанмен қамтамасыз етеді. Келесі алдыңғы тармақ, ол бет артериясы тармақтары, артерия фациалис. Бет артериясының ең бірінші тармағына бізде таңдайдың өрлемелі артериясын жатқыза аламыз. Яғни артерия палатина асценденс. Яғни көріп тұрғанымыздай артерия палатина асценденс. Артерия палатина асценденс негізі бізде мускулус стела глоссус пен мускулус стела фарингеустың араларында көтеріледі. Яғни бізде жұтқыншақтың бүйір қабырғасына қарай өтіп, жұмсақ таңдайға дейін жетеді. Сол арқылы жұмсақ таңдайды қанмен қамтамасыз етеді. Келесі рамус танзилярис, бадамшалық тармақ рамус танзилярис. Бұл бізде таңдай бадамшасын қанмен қамтамасыз етеді. Одан кейін рами гландулярис кетеді. Рами гландулярис бізде яғни жағасты безін қанмен қамтамасыз етеді. Яғни гландула субмандибуляристі қанмен қамтамасыз етеді. Келесі тармағы бізде иектік тармақтары артерия субменталис, иек асты тармағы, яғни артерия субменталис. Бұл тармақтары бізде жұмсақ таңдай бадамшасы, бұлай иектің бұлшеттеріне мускулус дигастрикусты қанмен қамтамасыз ететін тармақтары болатын болса, бетке беретін өзіндік басқа тармақтары бар. Яғни ол тармақтары еріннің төменгі артериясы, артерия лабиалис инфериор, бізде артерия фациалис төменгі жақ сүйекті иіліп өтіп жоғары қарай бағытталады, артерия лабиалис инфериорды береді. Және ауыздың бұрышы арқылы көтеріліп артерия лабиалис супериорды, осы арқылы бізде мускулус орбикуляристі қанмен қамтамасыз етеді, дөңгелек бұлшықетті. Және жоғары қарай бағыттарып артерия ангуляриске дейін. Яғни бұрыштық артерияны өз тармақтарын береді. Осы артериялар арқылы бізде негізінен жүйе аралық анастомоз қамтамасыз етіледі. Артерия ангулярис арқылы артерия ішкі ұйқы артериясының тармағы артерия офтальмика мен анастомоз құрайды. Жүйе аралық анастомоз. Барлығын қайтадан толығымен айтып кететін болсақ, артерия палатина асценденс, таңдайдың өрлемелі артериясы, бадамшалық тармақ рамус танзилярис, одан кейін иек асты артериясы, артерия субменталис, бездік тармақтар, және жоғары қарай бетке беретін тармақтары артерия лабиалис инфериор, артерия лабиалис супериор, артерия ангулярис. Бұл негізгі үш тармағы, яғни тіл артериясы, бет артериясы, жоғары қалқаншы артериялары алдыңғы тармақтарға жатып кетеді. Келесі сыртқы ұйқы артериясының тармағы шүйде артериясы тармақтары, бұл артқы тармақтарына жатады. Артерия оксипиталистің негізгі 5 тармағын ажыратамыз, ол шүйделік тармақтары рами оксипиталис, яғни басталған жері жоғары қарай бағытталып, артқа қарай бағытталады, жоғары және артқа қарай бағытталып, рами оксипиталис шүйделік тармақтарын береді. Шүйделік тармақтар арқылы бізде мына арт жақта шүйделік аймақтағы жұмсақ тіндерді қанмен қамтамасыз етеді.
төс бұғана емізіктік тармақтары рамис терна клейда мастоидиус, өзі айтып тұрғандай мускулис терна клейде мастоидиусты қанмен қамтамасыз етеді. Келесі менингиалды тармақ рамус менингиалис. Рамус менингиалис арқылы мидың қатты қабығын қанмен қамтамасыз етеді. Одан кейін рамус мастоидиус емізіктік тармақтары. Емізіктік өсінді бар ғой, процессус мастоидиус. Осының ұяшығын ішіндегі қанмен қамтамасыз етеді және мидың қатты қабығын қанмен қамтамасыз етеді. Және сонымен қоса рамус аурикуляристі береді. Және емізіктік және төмендемелі тармақ рамус десценденсті береді. Рамус десценденс арқылы мойынның терең бұлшықеттерін қанмен қамтамасыз етеді екен. Тағы айтып өтсек, рамис терна клейде мастоидиус өзімен аттас бұлшықетке қанмен қамтамасыз етеді. Рами десценденс төмендеген тармағы мойынның терең бұлшықеттеріне қанмен қамтамасыз етеді. Рамус аурикулярис. Одан кейін рамус мастоидиус емізіктік өсіндінің ұяшықтарын және мидың қатты қабығын қанмен қамтамасыз етеді. Рамус оксипиталис шүйде аймағындағы жұмсақ тінді қанмен қамтамасыз етеді. Және менингиалды тармақ рамус менингиус бұл жерде берілмеген екен, яғни көрсетілмеген. Бұл бізде мидың қатты қабығын қанмен қамтамасыз етеді. Яғни бұл ішке қарай кіріп кетеді де ішкі ұйқы артериясының тармақтарымен анастомоз құрайды. Яғни шүйде артериясы құлақтың артқы артериясы мен беткей самай артериясымен анастомоз құрайды. Келесі құлақтың артқы артериясы артерия аурикулярис постериор. Алдыңғы суреттен көрсек те болады, міне. Жоғары және артқа қарай бағытталады. Бұл да бізде 5 негізгі тармағын береді. Біз емізік артерияс стела мастоидия. Келесі құлақтық тармақтар береді. Мына көріп тұрғанымыздай рамус аурикулярис. Және шүйделік тармақтар береді. Рамус оксипиталис. Дабыл қуысының артқы артериясын береді. Артерия тимпаника постериор. Яғни құлақтың дабыл қуысы орналасады ғой, сол жерді қанмен қамтамасыз етеді, шырышты қабығын. Шықшыт безін қанмен қамтамасыз ететін рамус паратидеусты да береді. Келесі сыртқы ұйқы артериясының медиалы тармағы өзі жалғыз ғана тармақ. Бұл өрлемелі жұтқыншақ артериясы тармағы. Яғни артерия фарингия асценденс. Артерия фарингия асценденс көріп тұрғанымыздай артерия мына жерден лингвалис кетеді ғой, соған қарама-қарсы бағыттан жоғары қарай бағытталады да бізде бірнеше өзінің тармақтарын береді. Яғни жұтқыншақ тармақтарын рами фарингиалисті береді. Жұтқыншақтың бұлшықеттерін қанмен қамтамасыз етеді. Артерия тимпаника инфериор. Мына жерде орындар ауысып кеткен екен, яғни артерия менингия постериор бізде артқы менингиалды артерия, ал артерия тимпаника инфериор дабыл қуысының төменгі артериясы. Яғни дабыл қуысының төменгі артериясы артерия тимпаника инфериорда бізде жоғары қарай бағытталып, негізгі дабыл қуысының шышты қабығын, яғни ортаңғы құлақта орналасқан, одан кейін есту түтігін қанмен қамтамасыз етеді. Евстахи түтігі. Яғни жұтқыншақтық тармақтар береді. Рами фарингиалис. Дабыл қуысын қанмен қамтамасыз ететін артерия тимпаника инфериорды береді және артерия менингия постериор арқылы мидың қатты қабығын қанмен қамтамасыз етеді. Келесі ең соңғы тармақтары бізде самайдың беткей артериясы және артерия максилярис талдайтын боламыз. Яғни артерия максиляристің өзінің 3 бөлігі бар. Ал қазір артерия темпоралис суперficialis. Артерия темпоралис суперficialis бізде негізінен маңдай тармағын береді. Рамус фронталис, яғни рамус фронталис алдыға қарай. Рамус фронталис көз артериясының тармағы рамус супраорбиталис арқылы анастомоз құрайды, яғни жүйаралық анастомозды құрайды. Келесі бізде рамус париеталис жоғары қарай. Рамус париеталисте бізде жаңағы артқы шүйде артериясы бар ғой, артқы тармақтан тармақталған.
сол артерия оксипиталистің рамус оксипиталисінің тармағымен анастомоз құрайды. Және келесі шықшыт безі тармағы рамус паратидеус шықшыт безін қанмен қамтамасыз етеді. Көріп тұрғанымыздай. Және мына жерден көрсек болады, рамус паратидеус. Құлақтың алдыңғы тармағы рами аурикулярис антериор. Бұл бізде құлақ қалқаны мен сыртқы есту жолы миатус акустикус экстернусты қанмен қамтамасыз етеді. Құлақ қалқаны сонымен қоса бастың төбе, маңдай және самай бөлігі аймақтарын жаңа айтып кеткен рамус фронталис, рамус париеталис қанмен қамтамасыз етеді. Және бет сүйек, көз ұялғы артерия зигоматика орбиталис бар. Артерия зигоматика орбиталис және беттің көлденең артериясы артерия трансверса фасса. Мына жерден көрсек болады. Бұл артерия негізі көздің дөңгелек бұлшықеттері, яғни мускулус орбикулярис окулиді қанмен қамтамасыз етеді. Беттің көлденең артериясы артерия трансверса фасса. Және ең соң тармағы самайдың ортаңғы артериясы артерия темпоралис медиа. Бұл бізде мускулус темпоралисті қанмен қамтамасыз етеді. Келесі сыртқы ұйқы артериясының тармағы бізде жоғарғы жақсүйектік артериясы тармақтары. Оның өзін 3 бөлікке бөліп аламыз. Орналасуы бойынша ол төменгі жақсүйектік бөлікте орналасқан парс мандибулярис. Парс мандибуляристің өзінен бізде артерия аурикулярис профунда, артерия тимпаника антериор және артерия менингия медиа, артерия тимпаника супериор кетеді жоғары қарай. Және төмен қарай артерия альвеолярис инфериор, артерия мелохиаидиус және жоғарғы жақсүйекте орналасқан өзек арқылы, канал арқылы бізде негізгі тісті қанмен қамтамасыз етеді. Келесі бізде қанаттық бөлікте орналасқан парс птеригоидиус. Ол бізде көптеген артерия темпоралис профунданы береді. Және төмен қарай артерия массетерика, рамус птеригоидиус, артерия буккалис. Қанат таңдайлық бөлікте парс фенопалатинада бізде жаңа айтып кеткен артерия альвеолярис супериор постериор осы жерден шығады төмен қарай. Және артерия инфраорбиталисті береді. Артерия сфенопалатинаны, артерия палатина десценденсті, өз кезегінде артерия палатина асценденспен анастомоз түзеді. Және артерия палатина майер. Төменгі жақсүйектік бөлікте парс мандибуляристе бізде төменгі альвеолярлы артерияны, артерия альвеолярис инфериорды көре аламыз. Бірінші болып артерия альвеолярис инфериор кетеді. Одан кейін жақсүйек тіл асты тармағы артерия менталис. Артерия менталистен кейін артерия менталис негізінен осы артерия альвеолярис инфериордың, яғни төмен қарай төменгі жақсүйектің өзек арқылы кіреді. Артерия менталис тесіп шығады. Яғни осы арқылы бет артериясының артерия менталиспен анастомоз құрайды. Бұл бізде жүйе ішілік анастомоз. Келесі осы төменгі альвеоляр артериядан сонымен қоса иектік артериялар артерия мелохиаидиус кетеді. Яғни мускулус мелохиаидиусты қанмен қамтамасыз етеді. Және тіс тармақтары, тістің қызыл иегін қанмен қамтамасыз ететін рамус денталис. Сонда төменгі альвеолярлы артерия менталис арқылы артерия субменталиспен анастомоз құрайды. Және артерия мелохиаидиусты береді. Және рамус денталисті. Келесі құлақтың терең артериясы артерия аурикулярис профунда жоғары қарай бағытталады. Сыртқы есту жолын қанмен қамтамасыз етеді. Миатус акустикус экстернус сонымен қоса дабыл жарғағымен қамтамасыз етеді. Яғни сыртқы құлақ пен ортаңғы құлақтың арасында орналасқан дабыл жарғағын. Келесі артерия дабыл қуысының алдыңғы артериясы артерия тимпаника антериор. Дабыл қуысының шырышты қабығы қанмен қамтамасыз етіледі. Кейінгі артерия ортаңғы менингиалды артерия. Ортаңғы менингиалды артерия бізде мидың қатты қабығын қанмен қамтамасыз етеді.
Сонымен қоса дәл осы артерия менингия медиа мидың қатты қабығымен қоса үшкіл жүйке түйінін де қанмен қамтамасыз етеді екен. Бұл артерия менингия медиа негізі бас сүйекте орналасқан форамен спинозум арқылы шығады да артерия офтальмика мен анастомоз құрайды. Тағы айтып кететін нәрсе ол бізде артерия аурикулярис профунда, яғни құлақтың терең артериясы көріп тұрғанымыздай жоғары қарай бағытталған. Дабыл қуысының шышты қабығын қанмен қамтамасыз етіп қана қоймай, бізде артқы артерия оксипиталис пен және артерия аурикулярис постериор мен өзара анастомоздар түзеді. Келесі артерия максиляристің тармағына, яғни бөлігіне қанаттық бөлік парс птеригоидус жатады. Парс птеригоидустың өзінде самайдың терең алдыңғы және артқы артериялары, яғни артерия темпоралис профунда антериор көріп тұрғанымыздай артерия темпоралис профунда антериор және постериор артқа қарай бағытталған. Одан кейінгі тармағы артерия массетерика. Артерия массетерика бізде мускулус массетерді қанмен қамтамасыз етеді, шайнау бұлшықетін. Одан кейін рами птеригоидус, яғни қанаттық тармақтар. Сонымен қоса рамус птеригоидус негізі саны 3-4 болып шығады да біздегі артқы ұяшықтық артериялармен өзара анастомоз түзетін болып келеді. Одан кейінгі ұяшықтың жоғарғы артқы артериясы артерия альвеолярис супериор постериор жоғарғы жақ сүйектің өзегі арқылы кіреді да, міне көріп тұрғанымыздай жоғарғы жақ сүйектің өзегі арқылы кіреді. Артерия альвеолярис супериордың өзінің 3 тармағы бар негізі: постериор, медиа және антериор. Аталып отқандай артқы азу тістерге тармағын береді, дәл осы артқы тармағы жоғарғы. Одан кейінгі орта артериясы артерия буккалис аталып отырған аймақты қанмен қамтамасыз етеді. Яғни ұртта орналасқан бұлшықеттерді шышты қабықты қанмен қамтамасыз етеді және бет артериясының тармағымен анастомоз құрайды. Сонда қанаттық бөлік негізінен шайнау бұлшықетін қанмен қамтамасыз етеді. рамус массетерика арқылы шүйде бұлшықетін қанмен қамтамасыз етеді. Артерия темпоралис профунда антериор эт постериор арқылы және үлкен азу тістері мен қызыл иек және жоғарғы жақ сүйек қойнауының, яғни гаймар қойнауының шышты қабығын қанмен қамтамасыз ететін артерия альвеолярис постериор супериорды көреміз мына жерден. Және ұрт артериясы ұрт бұлшықетін қанмен қамтамасыз етіп, және соның шышты қабығын қанмен қамтамасыз етеді. Келесі қанат таңдайлық бөлік парс сфенопалатина. Өз айтып отырғандай қанат таңдай шұңқыры арқылы ішке енеді, көз асты артериясын береді, таңдайдың төмендемелі артериясын береді, яғни міне артерия инфраорбиталис, артерия палатина десценденсті береді, таңдайды қанмен қамтамасыз ететін, және сына таңдай артериясы артерия сфенопалатинаны береді жоғарыда. Артерия сфенопалатина, артерия инфраорбиталис, артерия палатина десценденс. Көзе асты артериясы артерия инфраорбиталис алдыңғы жоғарғы альвеолярлы артерияны. Жаңа артқы болды, я? Енді қанат таңдайлық бөліктен бізде алдыңғы және ортаңғы жоғарғы альвеолярлы артериялар тармақталады. Сәйкесінше алдыңғы күрек тістерді, ит тістерді қанмен қамтамасыз етеді, оның қызыл иектерін қанмен қамтамасыз етеді, яғни тіс тармақтарын береді. Рами денталис. Көрсек болады, рами денталистер беріп тұр. Келесі таңдайдың төмендемелі артериясы артерия палатина десценденс. Артерия палатина десценденсті осы таңдайдың төмендемелі артериясы артерия палатина десценденс негізінен үлкен таңдай өзегі арқылы каналис палатинус майор арқылы таңдайдың қатты және жұмсақ таңдайға бағытталады. Артерия палатина майор және артерия палатина минорис арқылы аяқталады. Яғни жұмсақ және қатты таңдайды қанмен қамтамасыз етеді.
Сонымен қоса бұл артериядан негізімен артерия каналис птеригоидиус арқылы жұтқыншақтың негізгі мұрындық бөлігі де қанмен қамтамасыз етіледі. Яғни мына жерде артерия палатина майоресті көреміз және миноресті көреміз. Осы артерия палатина десценденсте тармақталады бұлар. Жұмсақ және қатты таңдайды қанмен қамтамасыз етіп, мына жоғарғы жұтқыншақтың мұрындық бөлігін қанмен қамтамасыз етеді екен. Кейінгі тармағы бізде сына таңдай артериясы. Артерия сфена палатина. Артерия сфена палатинаның өзі бізде мына мұрындың ортасында орналасқан қалқа бар ғой, сол мұрынның артқы латеральды артерияларын береді және мұрынның артқы қалқалық артериясын береді. Артерия септалис постериор мұрынның артқы қалқалық артериясын береді. Бұл бізде негізінен кейіннен каналис инцизивус арқылы артерия палатина майорис пен анастомоз құрайды. Жүйе ішілік анастомоз. Яғни қорытындылай келе бұл қанат таңдай бөлігі көз алмасы бұлшықеттерін қанмен қамтамасыз етеді. Яғни артерия инфраорбиталистің тармағы арқылы, одан кейін жоғарғы жақ сүйектің тістері мен қызыл иегін, атап айтқан артерия альвеолярис супериор антериор арқылы қанмен қамтамасыз етеді және гаймар қойнауларын қанмен қамтамасыз етеді, шырышты қабығын, және жұмсақ және қатты таңдайды артерия палатина десценденстің тармақтары артерия палатина майорис және артерия палатина минорис арқылы қанмен қамтамасыз етеді. Осымен бүгінгі лекциямыз аяқталды. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетеміз, достар. Сіздердің қолдауларыңыз менің жаңа видеоларды салуыма көмектеседі және үлкен көмек көрсетеді. Және де қиналып жүрген немесе білмей, түсінбей жүрген тақырыптарды комментарийге жазып кетсеңіздер, немесе қай тақырыптарды көбірек менің каналымнан көргілеріңіз келеді, сол тақырыптарды комментарийға қалдырып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңдар.